Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеу Құлайзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге келер 2022 жылдың символы барыс болып табылғандықтан, осындай өте әдемі жолбарыс бейнесіндегі салат жасап көрсететін боламын. Дәл осындай салат міндетті түрде сіздердің жаңа жылдық үстелдеріңізді ерекшелендіріп, сәніне айналары сөзсіз, сондықтан видеоны соңына дейін қарап менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең бірінші біз картоп, сәбіз, жұмыртқа және де тауықтың төс етін алдын ала пісіріп аламыз. Тауықтың төс етін піскен сиыр етіне немесе ысталған дайын тауық етіне алмастырсаңыз болады. Салатқа қажетті барлық қоспалар әдеттегідей видео астындағы сипаттамада жазылған. Видеода көрсетілгендей барлығын ұсақтап турап аламыз. Кейін дәміне қарай тұз бен майонез қосып барлығын араластырамыз. Біздің негізгі салат дайын. Енді жолбарыстың бейнесін жасауға қажет болатын сәбізді және де жұмыртқаның ағы мен сарысын жеке-жеке ұсақ үккіштен өткіземіз. Енді ең қызықты кезеңге келдік. Осындай үлкенірек ыдысымызға жолбарыстың басының үлгісін келтіріп аламыз. Мұрын жағы сәл көтеріліп тұру қажет. Алдымен сәбізді осылай басты бөліктеріне орналастырамыз. Кейін барлығын дәл видеода көрсетілгендей қайталап әсемдейміз. Біздің жолбарысымызға нақты бейне беретін зәйтүнді кейбірін ұзыншалап, ал кейбірін ұсақтап тураймыз. Көзі ерекше әдемі болу үшін оған ұсақталған, тұздалған қияр қоямыз. Мұрны мен құлақ бөлігіне қызанақты сәл ұсақтап қоямыз. Біздің жаңа жылдық осындай өте сүйкімді болып шыққан жолбарыс салатымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің жаңа жылдық дастархандарыңыздың сәніне айналары сөзсіз. Егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барыс жылы құтты болсын. Сіздерге осы келер жыл тек жақсылық, бақыт алып келсін деп тілеймін. Сіздермен болған Төлеу Құлайзат. Баршаңызға сәттілік.